Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарын ойнайтын боламыз. Жақсы ма? Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіңдер? Асық, қанталбай, көкпар, Жақсы. теңгеру. Жақсы. Балалар, олай болса, бүгін біз қазақтың тағы бір ұлттық ойыны шертпек ойынын ойнайтын боламыз, е? Қараңдаршы балалар, алдымызда міне шертпек ойыны тұр, е? Бұл шертпек ойынның шартын мен сендерге түсіндіріп кетейін, е? Бұл саусақпен асықты шерту арқылы ұпай жинаймыз. Мысалы, міне саусақпен асықты аламыз, саусақпен шертеміз. Міне қандай асыққа түсті? Бір, түсі қандай? Сары. Сол арқылы сендер балалар өздерің ұпай жинайсыңдар, е? Олай болса ойынымызды бастаймыз, е? Кезекпен тоқтатасың. Енді кімнің қолында қанша асық бар, алдымызға қойайық, санайық, кім жеңіске жеткенін көрейік. Әкежанда бір сары асық екен. Нұрислам, сенде нешеу? Нешеу? Төртеу екен. Мираста нешеу? Бір. Қандай түсі? Жалы. Дұрыс. Келесі Мираста нешеу екен? Үшеу. Түстері қандай? Жасыл. Жасыл, дұрыс. Сонымен бізде кім жеңіске жетті? Мен. Нұрислам, е? Құттықтаймыз, е, Нұрисламды.